Қорқынышты хикая. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бізді тамашалауды және де бір ғана лайк демесін басуды ұмытпаңыздар. Егер біздің видеомыз сізге ұнап жатса, соңына дейін көріп, достарыңызға тарқатуды ұмытпаңыз. Біз сол кезде құрылыста жұмыс жасайтынбыз. Біз жасайтын құрылыстың тура жанында әулие бар еді. Ол әулиеде әулие мазаратының иегерлері тұратын. Біз жұмыс істеп, сол жерге қарап тұратынбыз. Ал оның қасындағы әулиенің қасында біздің вагондарымыз тура әулие алдына қарап тұратын. Біз күні бойы жұмыс істеп, кешке жақын үйге кіріп, яғни вагонға кіріп, қатып ұйықтап қалатынбыз. Сондай күндердің бірінде біз тамақтанып болған соң жұмыстарымызды бітіріп вагонымызға кіріп жаттық. Әдеттегі күндегідей бәрі тамақтарын жеп ішіп, ұйқысы келгені ұйықтап, кино көргісі көргені кино көріп, ал мен болса кітабымды оқып жатыр едік. Біздер әр жерден, әртүрлі уалаяттардан келген болсақ та, бір-бірімізге тап бір аға інідей жандасып, жанасып болған едік. Дәл өйстіп жатқанымызда сырттан бір тысырлаған дыбыс естілді. Бұл тысырлаған дыбысқа ешқайсымыз мән берген жоқпыз. Себебі біз Марзия апаның, яғни аспазшы Марзия апаның жанына бірнеше балдар барған шығар деп ойладық. Біреу жарым Марзия ападан шай алып келуге кеткен болуы да мүмкін. Марзия апа ол бізге тамақ пісіретін аспаз апа. Ол кісі бәріне мейірбан. Жасы 70-терге келгеннен кейін, қараушысы ешкім болмағаннан кейін, бригадамызға ол кісіні тамақ пісіруші аспаз ретінде бригада бастығы жұмысқа алған болса керек. Бәрімізден кімге қандай ауқат пісіріп берейін, бүгін қандай тамақ пісірейін деп бізді ренжіткісі де келмейді. Ұзын сөздің қысқасы, жаңағы тықылдаған дыбысқа біз мән бермесек те, оның даусы күшейе бастады. Тап сәтте тек қана вагонның есігі емес, вагонның бәр жерінен тықырлаған дыбыстар естіле бастады. Біз іштей бір түрлі бола бастадық. Жанымыздағы Әзиз деген бала бұл тықырлаған дауысқа ашуы келіп, киімін тұрып киіп жатқан еді, вагон орнынан сілкене бастады. Дыбыс 10 минуттар шамасында үнсіз болып қалды. Кейін және қайта басталды. Тақырлаған дыбыстар адамның жүрегін елжіретер, адамдар бұдан қорқа бастады. Сол кезде бір ашуға мінген жігіт: «Ей, Алла, бұл қайсың болсаң да дыбыс бер» деп үн қата бастады. Ашу ызамен бәріміз сыртқа шықтық. Сыртқа шыққанымызда ешқандай да дыбыс, су сепкендей болып дыбыссыз қалды. Сол арада балдар ішкеріге кіріп, ашуларын басу үшін бірнешеуі сигарет шеге бастады. Сонда арамызда татар бір жігіт камилясын қайтарып отыратын еді. Ол балаға біз үн қата бастадық. «Шамыл, не болды, бір нәрсе көрдің бе?» Шамыл есе тек қана камилясын қайтарып, қабірстанға қарап, қолын созып бір нәрселерді түсіндірмекші болатын еді. Сосын бәріміз назарымызды қабірстанға қарата бастадық. Қабірстанның алдында қамыштар бар еді. Қамыштар сілкінер еді. Ешқандай шамал жоқ, бірақ қамыштар сілкінетін. Содан сыртқа қарасам, тамақ пісіретін вагонымыздың есігі ашық жатыр. Марзия апа ішкеріге кіріп қарасам, Марзия апа орнынан қалтырап, бір бұрышта тұрған және камилясын қайтарып тұрған еді. Ол кісіден не болды деп сұрасам, ешқандай да үн қатпай, тек қана камилясын қайтарып Аллаға дұға ететін еді. Арадан уақыт өтіп, ол кісі айта бастады. Ол кісі де осылай біз сияқты үндемей отырған. Кейін вагон тырсылдап, дауыс шыға бергеннен кейін, вагон қымылдаған соң, ол ұрса бастағаннан кейін баспаға шай қойып, газдың үстіне қойған жайлы айтып берді. «Сендер әп-сәтте шығып қалдыңдар, алайда менің жүрегім жарылуына сәл қалды» деді Марзия апа. Осылайша біз асханадан бір шайнек шай ішіп, осы орнымыздан тұра бастадық. Сол кезде мен үн қаттым: «Бүгіндікке әулиеге кім барып келді? Ол жерде не істедіңдер?» деді. Сол кезде Шамыл орнынан тұрып: «Мен барып келдім. Марзия апа маған құм алып кеп бер» деп айтып еді. Гүлдеріне құм керек екенін айтты.
Сосын мен барып қабірстаннан жүгіріп барып құм алып келіп бердім деді. Біз тұратын жерде тастық жер болғаннан кейін ол жерде құнарлы құм жоқ еді. Сол себепті ол әулиден топырақ алып келген екен. Әзиз орнынан тұрды да оны боқтап сөгіп, орнынан тұрып әлгі гүлтөбеттегі құмды алып, шелектегі құммен қосып екеуін әлгі жайға алып кету үшін кетті. Меніңше Әзидің қорықпасы үшін онымен бірге кеттім. Екеуміз қабірстанға кіріп бардық. Қабірстанда қамыстардың шытырлау дауысы одан әрі күшейетін еді. Біз Камилямызды қайтарып, ішкерге кіре басып қадам бастық. Осы сәттен пайдаланып, әлгі жерді тауып, ол жерге топырақты аудардық. Топырақты аударғанымыздан соң Фатқа сүресін оқи бастадық. Осыдан соң Әзиз орнынан тұрып, «Ей, брадарлар, біздерді кешіресіңдер, сендердің топырақтарыңды алғанымыз үшін» деді де арқасына бұрылып үй жаққа қайта бастады. Сол кезде қамыстың сытырлау дауыстары да үнсіз қатқандай болып қалды. Алайда бір-екі ыңыраған дыбыстар естілетін. Содан үйге қайтқанымыздан кейін бәрі ұйықтап қалды. Мен, Шомыл және Мәрзия апа үшеуміздің көзімізге ұйқы келмей, түніменен шай қорлық қылып шай іштік. Шомыл бұлдай болуы мүмкін емес екенін білмейтін екен. Әулиеден зат алу мүмкін емес екенін ол ойлап та көрмеген екен. Себебі ол өте жас еді. Егер біздің видеоларымыз сізге ұнап жатса, бір ғана лайк түймесін басып, достарыңызға тарқатуды ұмытпаңыз. Сау саламаттықта жүздескенше.